Сәлеметсіз бе білім алушы? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөздердің байланысу түрлері. Сөздердің байланысу түрлерінің 5 түрі бар. Ол біріншісі қиысу, екіншісі матасу, үшіншісі меңгеру, төртіншісі қабысу, бесіншісі жанасу. Қиысу бастауыш пен баяндауыштың жіктік жалғау арқылы байланысуы. Мысалы, мен келдім, Балжан айтты. Екіншісі матасу. Сөз бен сөздің ілік септігінің жалғауы мен тәуелдік жалғау арқылы жақ-жағынан үйлесе байланысқан түрі. Мысалы, менің кітабым, ұлағаттың тұлпары, аңсардың дәптері. Немесе жер байлығы деген сөз алсақ, ненің байлығы, жердің байлығы. Бұл жерде ілік септігінің жалғауы жасырын тұр, жердің болу керек негізі. Жер байлығы, міне бұл да матасуға жатады. Енді қарайық, қиысуға атау септігінің жалғау жалғанса, матасуға ілік септігінің жалғау жалғанады, ал меңгеруге одан басқа, атау мен іліктен басқа барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Міне осы 5 септіктің жалғану арқылы байланысқан түрі. Мысалы, мектепте оқиды. Түбірі мектеп болса, те бізде ол жатыс септігінің жалғауы. Мектепте оқиды. Міне, бұл да меңгеруге жатады. Келесі, мектепті бітірді. Түбірі мектеп болса, те дегеніміз ол бізде табыс септігінің жалғауы. Мектепті бітірді. Міне, бұл да бізде меңгеруге жатады. Келесі, қабысу. Сөз бен сөздің ешбір жалғаусыз, тек орын тартып арқылы іргелес байланысқан түрі. Мысалы, үлкен терезе, ағаш қасық. Көрдіңіз бе, бұлар өзара бір-бірімен қабысып тұр. Біз бұлардың арасына сөз қоса алмаймыз. Ал келесі, жанасу. Бұл да сөз бен сөздің ешбір жалғаусыз, алайда бірде іргелес, бірде алшақ тұрып байланысқан түрі. Жанасуда сөздің бағыныңқы сыңары үстеуден, я болмаса септеулік шылау арқылы жасалса, ал басыңқы сыңары етістіктен болады. Мысалы, әдейі келді. Бұл жерде әдейі дегеніміз мақсат үстеу болса, келді дегеніміз етістік. Міне көріп тұрсыз ба? Демек, бұл бізде жанасу. Келесі, көру үшін келді. Үшін деген септеулік шылау болса, келді деген бұл бізде етістік. Демек, міне, бұл да бізде жанасу. Міне бізде сөздердің байланысу түрлерінің ерекшеліктері дәл осындай. Назарларыңызға рахмет.